Берекелі күн деп жатырмын ғой. Бүгінгі күнім действительно күшті, берекелі болып өтті. Барлық жұмысыма үлгердім. Кеше жатарда план жазып жатқан тұғым. Бүгін істейтін жұмыстарымды. Пирог пісірейін. Күнде пирог пісірмеймін, мен тек заказбен пісіремін. Негізінде просто 3 пирог пісіріп қойдым. Мен 3 пирог пісіріп ертең сатам дедім де, сөйтіп жазып қойдым. Мына жеті күлшем деген менің аяқ астынан пирогтарымды шынымен де 2:30-ға дейін пісіріп тастадым. Завтрагым бар, обедім бар, бала бар арасында. Соның барлығына үлгеріп жүріп 2:30-ға дейін пирогтарын пісіріп тастаппын. Пирог пісіріп жүріп нанға қамыр ашытып қойғам. Наным ашыды. Ойланып қарасам, біраздан бері жеті күлше таратпаған екем. Қой дегенде нан сатып алармыз тәуекел деп жеті күлше пісірдім. Бізде жеті күлшені осылай пісіреді, қамырды ашытып пісіреді. Әр өңірде жеті күлшені негізінде әртүрлі пісіреді. Мысалы, мен Шымкент жақтың қызымын, Сарыағаштың Шымкент жақта жеті күлшені пәтір деп атайды. Слоеный қамырдан пісіреді жеті күлшені. Ал Қызылордада жеті күлшені осылай пісіреді екен, қамырды ашытып. Мен мына жаққа келін болып түскен кезде таң қалғам, жеті күлшені осылай пісіре ма деп. Қызылордаға келін болып түскенмен 10 жыл болыпты. Оған да үйреніп кеттім. Қазір деген керемет пісіріп ала беретін болғам. Сонымен сарайдан тоңып келдім. Кәдімгідей біз жақта аяз болып кетті. Сонымен үйге кеп дайын тұрған, кремдер сіңіп тұрған пирогтарымды алып, осылай бөліктерге бөліп салып қойдым, микс етіп. Мен пирогтарыма ғашық болып, лампамда кеп суретке түсіріп, статусқа қойым керек, статусқа қойып сатамын мен пирогтарымды. Сонымен өзім де суретке түстім пирогтармен, әйтеуір. Сонымен оған жарты сағат уақытым кетті пирогтарға. Сол пирогтармен суретке түсіп болам дегенше, жеті күлшемде суыпты. Сонымен пленкалерге салып, жеті күлшемді алып далаға шығып баратқан видеомды түсірейін деп осылай телефонымды лестницаға тіреп қойып, өтіп баратқан типа солай түсіріп алдым. Көшеге шығып қалсам дала деген ми батпақ. Ай, пасон, бер кел. Қайда баратсың? Мына жерден алып бір пакетті. Қабыл болсын. Молодец, сен не жеңіл жүрсің, бар үйге кір. Ақон мен пасон деген дарынтайым достар. Ақмаржан деген ақ көңіл көршімнің балдары. Жаным ашып, жылы келіңдер деп ұрсып жатқан ғой. Сонымен сағат қарасам 4:30 болды, балдар келетін уақыт болды. Енді қарындары ашып келеді ғой деп, қой чебуреки пісіріп қояйын деп, чебуреки пісірейін десем, шемішкі май жоқ, ыстық сумен шемішкі май құйып жасау керек қой, тез негіз. Сөйтсем сары май тұр екен, сары майымды ертіп жібердім. Оныма тұзын салып, сары май кипяток құйып, қамыр иледім, бірақ қамырым құрғақ болып қалма, шамалы сарыағаш қосып көрейін деп сарыағаш қосып жібердім. Сонымен менің үйде қолдың фаршы жоқтығына магазиннің фаршына жуаны блендермен езіп, қара бұрыш, тұз салып дайындап қойдым. Негізі чебурекиді магазин фаршына жасауға болмайды екен. Қолдың фаршынан, үйде тартылған фарштан жасау керек екен. Маған чебуреки өте қатты ұнады, бірақ ішіндегі фаршы ұнаған жоқ. Не болмаса фарштан дұрыс болмаса жуаны мен блендердан езіп жібердім ғой, сол дұрыс болмады. Может, жуаны қолмен турап салуым керек пе еді, бірақ тест деген күшті шықты. Алдағы уақытта мына чебурекидің рецептін салатын болам. Негізінде ютубқа кіріп қарасаңыздар, чебурекиге ыстық сумен кәдімгі шемішкі майдан илейді қамырды. Менде шемішкі май болмай, мен кәдімгі сары майды ертіп иледім ғой. Енді чебуреким тест деген күшті болып шықты. Андай жеген сайын жеген келе береді. Ал ішіндегі фаршы онша ұнаған жоқ өзіме. Тағы да сарайға бардым, қалың киімдерімді киіп алдым да сарайға барып, осылай чебурекилерімді пісіріп. Сонымен чебурекилерімді пісіріп алдым. Майым қатты қызып кетіпті. Чебурекилерімді көрсеңіздер, шамалы қызарын қарап қалған. Негізі майды қатты қыздырып пісірудің қажеті жоқ екен. Ішіне фарш салып пісірсеңіз, баяғы отта пісірген дұрыс екен. Күніміздің қалай өтуі шынымен де өзіміздің ойымызға байланысты екен. Таңертең тұрғанда позитивный оймен бастау керек күнді. Күнім керемет берекелі де мерекелі болып өтсе екен, ешкіммен ұрыспайын, тек жақсы ойда жүрейін деп ше. Күнделікті солай позитивті оймен жүретін болсақ, бізде әдет қалыптасады екен. Әдет қалыптасқан кезде адамда мінез құлық өзгереді, яғни жақсы әдеттер өміріңізде қайталана беретін болса, мінез құлқыңызда жақсы жаққа өзгереді. Одан әрекеттеріңіз өзгереді. Жақсы мінез құлық пен жақсы әрекет деген жақсы өмірдің кепілі. Сондықтан әр күніңізді жақсы оймен бастаңыз. Позитивті ойлармен тек жақсы нәрселерді ойлап жүруге әрекет жасаңыз. Өзіңіздің де өміріңіз ұзарады, көңіл күйіңіз жақсы болып жүреді. Көңіл күйі жақсы адамның энергиясы көп болады дейді ғой. Сондықтан позитивте жүрейік достар.